К+ арнасында Қазақстан жаңалықтары армысыздар. Тілшілер әзірлеген жаңалықтар ретімен мен Жұлдыз Төлеу таныстыратын боламын. Алдымен көретіндеріңіз. Қазақ мұнайына иелік етіп, миллиардтаған табыс тауып жатқан қытайлықтар қазақ жұмысшысын жұмыстан қуып қана қоймай, миллион теңге талап етуде. Өзбек босқындары еліне қайтарылатын болды. Онда оларды ауыр жаза күтіп тұр. Абайсыз айтып от баспа, таң телеарнасы сотқа тартылды. Енді толығырақ, Павлодар облысында орын алған орман өртінен қаза тапқандар саны 7 адамға жетті деп мәлімдеді Ауыл шаруашылығы министрлігі. Олардың 3-еуі орман шаруашылығының қызметкерлері болса, қалған 4-еуі от ошағынан көлікпен қашып шығуға әрекеттенген отбасы. Сондай-ақ тағы 2 адам оттан жапа шеккен, түрлі дәрежеде күйік алған олар ауруханаға жеткізілді. Еске сала кетейік, Павлодар облысындағы орман өрті қыркүйектің 8-інде тұтанған. Аймақта 3 бірдей өрт ошағы тіркеліп, олар кеше ғана ауыздықталды. Алдын ала болжамдарға сәйкес от электр желілерінің тұйықталуынан орын алған. Жанған алқаптың жалпы аумағы 4000 гектарды құрайды. Тілсіз жаудың тез таралуына қатты жел мен шаңды боран септігін тигізген екен. Орман шаруашылығы комитетінде мәлімдегенде шығын сомасы әлі есептелмеді. Республикалық орман қорының жалпы аумағының қанша бөлігі жойылғанын қазірде мамандар анықтау үстінде. Қазір келген мағлұмат бойынша 7 адам болып есептеледі. Осы өрттен қайтыс болған, мынау бағана айттық қой, бір семья жеңіл машинамен өртке түскен деп, сол рөлдегі әкесі табылмаған деп. Сол 2 баласы әйелі қаза тапқан, бүгін міне қазір ғана хабар келді, әкелері де табылды. Алайда Павлодар қалалық ауруханасының дәрігері Асқат Мұрсалиновтың айтуынша, ауыр күйік жарақатпен түскен әйел қазір жансақтау бөлімінде ауыр халде жатыр. Қайтыс болды деген сөз жаңсақ сөз. Дәрігердің ақпараты қазір расталды. Жаңа ғана баспасөз мәслихатын өткізген Орман және аң аулау шаруашылығы комитетінің төрағасы Ерлан Нысанбаев көпшіліктің алдында кешірім сұрады. Қаза тапқандардың саны бұрынғысынша 6 адам. 2 адам күйік жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Өрттің жалпы аумағы 4 гектарды құраған. Комитеттің ақпараты бойынша биыл еліміздің 9400 гектар жері өртке оранды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5872 гектарға артық. Түтіннен ештеңе көре алмайсың. Өртті ауыздықтау мүмкін емес. Қасына жақындай да алмайсың. Жұмыстан қуылған жаңа жолдық 3 мұнайшыға айыппұл салынуы мүмкін. Ақтөбе мұнайгаз компаниясы Қарлыбай Толыбаев, Құсайын Қалмұратов және Серік Бітікбаевтарды сотқа берді. Талаптары 1 миллион теңге моральдық шығын өтеп алу. Қытайлық компания 16 маусым күнгі ереуілде олар жұмысқа шықпай, техника тоқтап қалды. Осы себепті бізге шығын келіп дегенге сүйеніп отыр дейді. Барлық сот сатылары маусым ереуілін заңсыз деп таныған соң, басшылық ойына келген айыпты тағып отыр дейді жұмысшылар. Алайда келген шығынды материалдық емес, моральдық деп таныпты. Еске сала кетейік, аталған мұнайшыларды митинг күні жұмыста болмады деп айыптап, қызметтерінен шеттеткен еді. Мұны заңсыздыққа балаған жұмысшылар қытайлық компанияны сотқа берген болатын. Енді міне Ақтөбе мұнайгаз өздерін айыптап отыр. Ал мұнайшылар үштігі бұнымен келіспейді. Егер 20 күнгі сотта әділетсіздік орын алар болса, маусым оқиғасы қайталануы мүмкін деп ескертеді. Техника шыққан жоқ дейді, сол техникаға не ущерб келіп дейді. Постоянно внимание дейді. Бірақ морализм жоқ дейді. Не материально, а морализм жоқ. Алдында 400 астам шықты. Екінші күнде 500 адам қосып, 1000 адам шықты ғой. Содан тек үшеуміздің кесепті ғой. Сот 20 болады дейді. Содан біз юристтің ақылдасып отырмыз. Я все возможно. Залодок істеуіміз мүмкін. Қазақстанның авторлар құқығын қорғау қоғамы таң телеарнасының жүргізушісін іскерлік беделімізге нұқсан келтірді деп сотқа берді. Бұлардың моральдық шығын ретінде талап етіп отырған сомасы 68 000 ақш долларын құрайды. Сотқа шағым түсіруге таң телеарнасындағы центр бағдарламасында жүргізушінің тікелей эфирде айтқан сөзі себеп болған. Наурыздың 31 күні центр бағдарламасының қонағы белгілі ақын Темірлан Төлегенов пен жүргізуші Сергей Щербаков Қазақстандағы авторлардың құқығын қорғау жөнінде әңгіме тартқан.
Хабар қонағы авторлық құқық қорғау қоғамының қаржылық қызметі ашық жүрмейді деп айыптап, ұйымның жұмысын сынға алған. Жүргізуші болса мекеменің қаржылық былықтарын тексеру керектігін айтқан. Артынша мекеме төрағасы Данияр Алтаев сотқа шағымданады. Ол эфирде айтылған әрбір сөз үшін телеарна жауап беруі тиіс. Темірлан Төлеген пен жүргізуші Сергей Щербаков шындыққа жанаспайтын ақпарат таратып, мекеменің іскерлік беделіне нұқсан келтірді деп есептейді. Төлегенов таң телеарнасымен бірге отырып тексеру жұмысын жүргізуді ұсынды. Оған Щербаков бірден келісе кетті. Сөйтіп екеуі қосылып алып, бізді қылмыскер деп айыптады және біздің ар-намысымызға нұқсан келтірді. Астанада бос жұмыс орындарына арналған жәрмеңкеде шу шықты. Кадр агенттігі жұмыссыздарға жұмыс тауып береміз деп ақша алған. Осыдан соң алданған жұрт бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне шағымданамыз деген соң шенеуніктер жеке рекрутерлерді қуып шықты. Жұмысқа орналастыру қызметі тегін ұсынылу керек. Сол себепті еңбекпен қамту басқармасы шараға жеке рекрутерлік компанияларды шақырмапты. Ал Одиссей кадр агенттігінің өкілдері болса, қандайда бір жолмен жәрмеңкеге келіп, әр резюмені қабылдауға $5 алған. Астана қалалық әлеуметтік бағдарламалар және еңбекпен қамту бағдарламасының бастығы Алма Алтыбаева барын жеке агенттіктерге жауып, алаяқтық әрекет солардан шыққандығын алға тартады. Олар шамасы бұл туралы біліп жетіп келген, бірақ мен оларды көрмей қалдым. Әрине мен бұл қызметке қабылдау тегін жүргізіледі деп есептеймін. Ұзақ өмір сүру құпиясы президентке ғана емес, барша қазақстандықтар үшін қызықты. Биыл 70-ке келген елбасы жыл бұрын өмірді ұзарту тақырыбын қозғаған еді. Бүгін қазіне тұтынушылары онлайн конференцияда осы сауалды денсаулық сақтау министрлігіне қойды. Ғалымдар болса, жасарту құпиясын ашу үшін бар күштерін салуда. Денсаулық сақтау вице-министрінің сөзіне қарағанда, Назарбаев университетінде арнайы құрылған ғылыми зерттеу кешені қартаюмен күресуді қолға алған. Генетикалық зерттеулерден бөлек ғалымдар қазақстандықтардың денсаулығына мән беретіндіктерін айтады. Мәселен, темекі шегуге жол бермеу, алкогольден бас тартып, дұрыс тамақтануға кеңес беру деген сияқты. Денсаулық сақтау министрлігі 6 жылда қазақстандықтардың орташа өмір сүру жасын 68-ден 71-ге дейін ұзартуды көздеп отыр. В базе данного центра планируется проведение научных исследований. Ғылыми орталық базасында қалпына келтіру және регенеративті медицинаның мерзімінен бұрын қартаю, ұзақ жасау сынды басым бағыттарында зерттеу жүргізу жоспарлануда. Әрине, әлемдік зерттеулердің соңғы жетістіктерін ескеретін боламыз. Дегенмен, Тәңірдің жазғанынан артық өмір сүру пенделерге әлі де бұйырмай келеді. Назарбаевтың ескі командасының қатары бір адамға кеміді. 78 жасына қараған шағында президенттің үзеңгілесі Владимир Ни ұзаққа созылған сырқаттан көз жұмды. Ол өмірінің соңғы кезеңін Қазақмыс корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасы болып өткізді. Ағорда маңында Ваке деген атпен танымал Ни еңбек жолын Челябинск угол комбинатынан бастаған. Кеңестік кезеңде сатылап өсе отырып, 1985-88 жылдар аралығында КСР министрлер кеңесінің төрағасы болды. Ал 90 жылға дейін аймақтық даму және табиғатты қорғау бөлімі министрлер кеңесінің іс басқару басқармасында орынбасарлық қызметтер атқарды. Тәуелсіздікпен бірге Владимир Нидің бақыт құсы келгенде, әртүрлі мемлекеттік қызметтен өткен ол Қозу корпорациясының президенті болды. Ол президентке жаңа және сарай маңында ықпалды фигураның бірі болғанын экс-күйеу бала Рахат Әлиев жариялаған телефон тыңдаулары көрсетіп берді. Қазақ елін паналап келген өзбек босқындары отанына қайтарылатын болды. Бұны естіген босқындар аштық жариялап, ал халықаралық ұйымдар ОБСЕ-ге төраға елдің мұндай шешіміне түсіне алмай қарсылық акциясын ұйымдастыра бастады. Толығырақ Әсел Керімбайдың бейнематериалында. Ребенок тоже знает, что нет папы. Всегда смотрит за окном, если машина придет, они сразу на улицу бежат. 3 ай бұрын Алматы қалалық ішкі істер департаменті 30-ға тарта азаматты қамауға алған болатын. Тергеу амалдары босқындар өз елінде ауыр қылмыс жасады деген қорытындыға келіп, ендігі жерде отанына қайтару мәселесін қарастырып отыр. Ал қамаудағылардың жұбайлары жала жабылған туралы айтады. Олар жазыпты 10 жыл осындай жасаған деп қылмысты. 10 санап көрсек, ол күйеуіміздің, например, несі 7-ші класс оқиды екен. И сразу көрініп тұр, ол бәрі өтірік екені. Өзбекстанда только өлтіреді или 15, 20, 30 жылға отырғызып қояды түрмеге.
Ал адам құқыларын қорғайтын Орталық Азия ассоциациясы өздері мойындамай отырған айыпты сылтауратып, елден қуу әділетсіз деп есептейді. Телефон арқылы сөйлескен ассоциация өкілі Надежда Атаева Қазақстандағы Өзбекстан босқындарын қолдау шарасын жүргізіп жатқанын айтты. Осы күнге дейін көмек сұраған жандардан 200 қол жинап, ОБСЕ-ге төраға ел жөніндегі ақиқатты әлемдік қауымдастыққа ашатынымен бөлісті. Осы орайда миграциялық полиция департаменті басшысы түсініктемесін сұрағанда, басшылығы орнынан табылмай, мардымды жауап ала алмадық. Әсел Керімбай, Тоқмолда Құсайынов, Алматы, Қазақстан. Жақыныңа жәрдемдес. Бүгін Алға партиясы тағы бір әлеуметтік акция өткізіп, қоғам назарын мүгедектер мәселесіне аударуды жөн көріпті. Әрине, мұндай ізгі әрекеттер көбіне әкімшілік кедергілерге шағылып жатады. Алайда алғалықтар өздері қамқорлыққа алған мүгедек жігіттің мәселесін шешпей тынбаймыз дейді. 17 жасар Олжас бірінші топтағы мүгедек, бірақ бұл өмірден өз орнын табуға деген талпынысы мол. Туа біткен кеселден айығы жоқ, әйтсе де өмірден үмітін үзбеген. Ол тұратын жатақхананың шағын бөлмесінде отбасының тағы 5 жаны бар. 4 баланың тұңғышы Олжас 2008 жылы пәтер алу үшін кезекке тұрыпты. Біз 15 квадрат метр общежитиеде тұрамыз. 4 баламен многодетный. Оның коляскасын алған күнде маған қоятын жер жоқ. Олжастың анасы Камиля бармаған жерім баспаған тауым қалмады дейді. Тіпті Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есіптің атына бірнеше рет хат жазған. Талай есіктің табалдырығын тоздырған ана төзімі таусылған соң Алға партиясына жүгінуді жөн санапты. Біз тиісті орындарға хат жаздық. Тиісті орындар енді біз оған үй бермейміз деп жауап қайтарып отырған жоқ. Әйтеуір тиісті мүмкіншілігін жасаймыз деп отыр. Соны неғұрлым тездету керек. Әлгі бәріне бірден пәтер береді, сосын жылдап күтеді ғой. Жылдап күтіп қалмасын деп отырмыз. Тұрғын үй басқармасының бастығы Қайрат Нұрқадыров тек 1984 және 86 жылдар арасында кезекке тұрған жандарды пәтермен қамтамасыз ете алатындықтарын айтады. Оның сөзінше, Алматы қаласы бойынша жыл сайын 300 мүгедектерге пәтер кілті табысталады екен. Біз биыл мүгедек жандарға 300 жаңа пәтердің кілтін табыстадық. Тізімде тұрған 15 мың адамның ішінен пәтер иелері іріктелді. Оны біз іріктеген жоқпыз. Мүгедектер ассоциациясы мен қалалық мүгедектер ұйымдарымен бірлесіп жұмыс жасадық. Ал Олжастың мәселесіне келер болсақ, шынымен қиын жағдай. Біздерді түсініңіз. Біз заңнан аттап кете алмаймыз. Ресми ақпаратқа сүйенсек, Алматы қаласы бойынша 15 мың мүмкіндігі шектеулі азаматтар кезекте тұр. Әкімшілік тарапынан жылына тек 300 жаңа ғана пәтер беріледі. Қалған мүгедектер пәтер тойын кейінге қалдыратыны хақ. Жерния Шағатай, Ерлан Қуанышбаев, Алматы, Қазақстан. Капулес арнасының тілшілері Қазақстан өмірінен осындай көріністі көрді. Алдағы демалыстарыңыз сәтті өтсін, құқықтарыңызды қорғай біліңіздер.